күн достар, сіздермен Аяжан, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен пиццериядағы пиццаны үй жағдайында жасайтын боламыз. Алдымен жылы суымызға бір шай қасық құрғақ ашытқымызды саламыз. Бір шай қасық қантымызды салып, жақсылап араластырып 15 минутқа опора дайындап қоямыз. Опорамыз дайын болғаннан кейін електен өткізілген ұнымызға бір шай қасық тұзымызды салып, жақсылап араластырып, дайын болған опорамызды аз-аздан құйып, қамыр илейміз. Сұйық майды құямыз. Қамырымыз жұмсақ болып иленуі үшін жақсылап қамырымызды илейміз. Сұйық май немесе зәйтүн май құйсаңыздар болады. Енді целлофанға салып 20-30 минутқа қамырымызды жылы жерге қойып қоямыз. 20-30 минуттан кейін қамырымызды көз мөлшерімен екіге бөлеміз, немесе таразыға салып бөлсеңіздер болады. Жұмсақ болу үшін тағы бір қасықтан сұйық май құйып, қамырымызға сіңдіріп қоямыз. Қамырымыз бір-біріне жабыспас үшін целлофанмен бөліп қоямыз. Кейін қосылып кетпес үшін. Енді 30 минутқа тағы жылы жерге қойып қоямыз. Қамырымыз ашығанша начинкаларын дайындаймыз. Колбасамызды тураймыз, сырымызды күштен өткіземіз, қызанағымызды тураймыз. Майонез кетчубымызды араластырып, соус дайындап қоямыз. Мына қамырымыз ашыды, енді қамырымызды жақсылап жаямыз. Қорықпай жая беріңіздер. Мына жұмсақ болғандықтан жақсы жайылып жатыр. Шет-шетін сәл қалыңдау қыламыз да, ортасын жұқа етіп жаямыз. Осы уақытта пешімізді ең жоғары градуста қыздырып қоямыз. 10 минутқа менде астель пеш 320 градуста қыздырамын. 10 минутқа қатты отта қыздырып қоямын. Мына қамырымыздың шет-шетін жақсылап жайдық. Енді соусымызды құямыз. Сырымызды саламыз. Қалың қылып сала береміз. Кез келген еритін сырды қолдансаңыздар болады. Мен для пиццы деген сырды алып қолдандым. Бетіне колбасамызды әсемдейміз. Қызанағымызды салып әсемдеп, қызып тұрған пешке 8 минутта пісіріп аламыз. 11 минут болса, сырымыздың беті күйіп кетеді. Міне пиццамыз дайын, өте әдемі, дәл пиццериядағы секілді болып шықты. Міне сырымыз еріп, жұп-жұқа, әдемі болып тұр. Міндетті түрде осы рецептпен жасаңыздар. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.